Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Манара Нұраханқызы. Канаданың жартылай азаматы, болмаса ұзақты тұрғыны болудың көп жылдары бар, көп програмдар бар. Соның ішіндегі бүгін бір Provincial Nominee Program, өлкелік програмды таныстыратын боламын. Бұл жерде сіз көріп отырғандай, Канаданың ішінде 13 өлке бар. Мысалы, біз бәріміз білетін Торонто, ол Онтарио өлкенің ішіндегі бір қаласы. Оттава, Канада мемлекетінің астанасы, Онтарио өлкенің ішіндегі тағы бір қаласы. Соның біреуі Манитоба. Манитобаның орны бұл жерде, ол Онтариоға жақын өлке. Осы өлкенің шетел азаматтарын өзіне қарай шақыртудың Provincial Nominee Program, өлкелік програмды таныстыратын боламын. Манитобаға келу, болмаса Манитоба арқылы Канадаға келу, жартылай азамат алудың 3 түрлі жолы бар. Біріншіден айта кетер, жартылай азамат деген әрине сіз Канаданың азаматы болып кетті дейтін нәрсе емес. Сіз әлі де өз мемлекетіңіздің азаматы боласыз. Қолыңызда өз мемлекетіңіздің паспорты болады. Сіз басқа бір мемлекетке барған кезде әрине қолыңызда виза бар болу керек. Кейбір мемлекеттер визаны сұрамайды, бірақ көп жағдайда виза арқылы сол мемлекетке кіруіңізге болады. Оқу виза алуыңыз керек, қызмет виза, болмаса тосшылау виза, болмаса саяхат виза деп осындай қолыңызда виза бар болу арқылы осы мемлекетке кіре аласыз. Жартылай азамат болудың жақсы жері қалай дегенде, сіз әр жолы визаны бүйтіп жаңа виза тапсыру арқылы кіруіңіздің қажет жоқ. Сіз бұл мемлекеттің ішінде оқуыңызға, қызмет істеуіңізге, туыстарыңызды шақыруға, болмаса балаларды оқуға кіргізуге бәріне мүмкіншілік болады. Сонымен, Манитобаның жартылай азамат алудың жолынан 3 түрлі бар. Біріншісі Skilled Worker Stream. Skilled Worker деген сізде қабілетті жұмыскер. Екінші International Education Stream. Жоғары оқу үйренуге келген адамдарға лайық. Ал үшіншіден Business Investor. Investor деген қаржы қосу. Мысалы, сіз бұл жерден келіп өзіңіз бір бизнес бастап істегіңіз келетін болса, ал Манитобада әсіресе Farm Investor, farm дегені ферма ашу. Мысалы, сіз өзіңізде осындай қызмет тарихыңыз бар, қызмет experience бар болатын болса, бұл жерге келіп, мен жаңадан бір ферма ашам дейтін болсаңыз, осы жол арқылы investor өзіңіздің жұмысыңызды, бизнесіңізді бастап кету арқылы Манитобаға келуге болады. Ал бүгін мен соның бірінші жолын таныстырайын деп отырмын. Skilled Worker. Skilled Worker дегеніміз өз мемлекетіңіздегі жұмыс тарихыңыз, жұмыс experience. Өз мемлекетіңізде тұрған бұрынғы өзіңіздің қызмет, жұмыс тәжірибеңіз. Соған қарай отыра Манитобаның Skilled Worker Overseas програмға қатынасаңыз болады. Оған 2 шарт керек. Бірінші жағдай, өзіңіз бұл Манитобада қандай тығыз байланысыңыз бар дегенде дәлелдеуіңіз керек. Оны қалай дәлелдеймін дегенде, бірінші туыс-туған болмаса досыңыз бар болатын болса мүмкіншілік бар. Екіншіден, осы Манитобада қысқа уақыт қызмет істеп көрген болсаңыз, мысалы 6 айлық қызмет істеп көрген болатын болсаңыз, қызмет виза арқылы келіп, 6 ай істеп қайтып кеткен жағдай болатын болса, сіз өз мемлекетіңізде тұрып қайтадан тапсыруға болады. Ал көп жағдайда қызмет визаменен келудің шарты қызмет оффер алу керек. Сондықтан көп адамдар қызмет оффер таба алмайды. Өйткені сіз шетелде тұрсаңыз, бұл жердегі қызмет орындар сізді қызметкер қылып алмайды көп жағдайда. Сондықтан бұда өте мүмкіншілік аз. Енді бір through previous education. Education дегені бұл жерде қысқа уақыттық үйренуге келген жағдай. Жаңа біз 3 түрін айттық. Екіншісі international student, шетелдік оқушылар. Бірақ бұл жердегі шетелдік оқушылар програм ол жоғары деңгейдегі оқуға келген, мысалы master degree,
докторлық осындайға келген бұдарға тілге деген талап да жоғарырақ болады. Ал бұл жердегі previous education қысқа уақыттық үйрену дегеніміз 1 жыл болмаса 2 жылдық қысқа уақыттық үйренуге келген бәрі болады. Осы екі түрлі жағдай. Ал енді үшінші тағы бір бар, бұл көп адамдарға лайық емес деп ойлаймын. Соған әзірше осыны не екеуін айтайын. Сонда Манитобаға келу үшін біріншіден туыс-туғаныңыз, досыңыз бар болса Манитобада мүмкіншілік бар. Екіншіден осы жерге қысқа уақытта қызмет болмаса қысқа уақытта үйренуге келген болатын болсаңыз, үйреніп болып, оқып болып болмаса қызмет болып, қайтып кеткеннен кейін өз мемлекетіңізде жүріп, осы программа арқылы бір семьяңызға жартылай азамат алуыңызға болады. Бұл бірінші шарт. Екінші шарт, Канадада әрқандай программ, әрбір программның өзінде нөмір береді сізге. Мысалы сіздің ағылшын тіл, франч тілге деген қандай қабілетіңіз бар деп соған нөмір қосады. Сіздің жасыңызға қарай нөмір қосады, қызмет тарихыңыз, үйрену тарихыңыз. Одан сырт бұл жақтағы Манитобаға деген қандай тығыз байланысыңыз бар ма, мысалы туысыңыз бар ма, болмаса тез үйірлесіп кетесіз ба дейтін осы фактордарға қарай отыра сізге нөмір береді. Бұл нөмірден кем дегенде 60 нөмір алуыңыз керек. Сонда 60 нөмір алатын болсаңыз, торап арқылы өзіңіздің семьяңыздың жекелік жағдайларын, әрине ол жерде бір ғана емес көп материалдар бар, соның бәрін тапсырып қоятын болсаңыз, 1 жылға шейін сіздің нөмір шегіңіз жоғары болатын болсам, сізге шақырту береді. Сол шақырту алу арқылы өз мемлекетіңізде тұрып, PR-ды алуыңызға болады. Жаңағы жартылай азамат алуыңызға болады. Сонда 60 нөмір, қалайдан 60 нөмір алуға болады? Соны бірге көрейік. Біріншіден, ағылшын тіл болмаса франция тілге деген нәтижеңіз. Сіздің нәтижеңіз кем дегенде 4 нөмір дейік. 4 нөмір деген CLB, 4 нөмір деген 60 нөмірдің 4-5 нөмірдер, ең төмен нөмір. Мысалы, сіз ағылшын тілді 1 жыл, 2 жыл үйреніп, төмен осындай 4 нөмір алды дейтін болсаңыз, 12 нөмір болады. Бір жағынан есептеп отырайық, кем деген 60 нөмір болу керек. Екінші, жасыңызға қарайды. Жасыңыз 21-ден 45 жас болатын болса, 10 нөмір. Бұл ең жоғары нөмір, өйткені бұл дәл жұмыс жасайтын уақыт деп есептеледі. 10 нөмір. Үшіншіден, қызмет тарихыңыз болмаса, қызмет, жұмыс тәжірибе. Соң өткен 5 жылдың ішінде сізде 3 жыл қызмет. Көп адамдар толық жұмыс істейді, сондықтан мысалы 3 жыл деп есептейік. Өткен 5 жылдың ішінде пандемик болды, кейбір адамдар қызмет істей алмады, жұмыс істей алмады. Бірақ 3 жыл сіз толық жұмыс істедіңіз. Аптасына 30 сағаттан. Оны дәлелдеуіңіз керек қағаз арқылы. Сонда бұл жерде 12 нөмір. Үйрену тарихыңыз. Сіздің қолыңызда қандай диплом бар? One post secondary program 2 year. 2 жыл болмаса 2 жылден ұзақ уақыттық қолыңызда 1 диплом болатын болса, 20 нөмір аласыз дейді. Қолыңызда 2 диплом болатын болса, мысалы, біреуіне кем дегенде 2 жылдан уақыт үйренген дипломыңыз бар болатын болса, 23 нөмір. Бұл енді әрбір адамның жекелігі жағдайына қарайды. Мен кем дегенде 2 жылдан артық 1 диплом бар дейтін болсаңыз, 20 нөмір. Adaptability, қаншалықты тез бұл жерге үйірлесіп кете аласыз. Қалайдан оны біледі? Бірінші, бұл жерде туысыңыз бар. Close relative, өте жақын тығыз. Мысалы, сіздің ағаңыз болмаса, тығыз жақын туысыңыз бар болса, 20 нөмір қосылады. Previous work experience, біз айтып кеттік, мысалы, сіз бұрын 6 ай осы жақта қызмет істеп, қайтып кеткен адамдар болатын болса, 6 ай қызмет істеп көрдім, осы жерге келіп көрдім деген адамға 12 нөмір қосып береді. Бұл жерде кем дегенде 2 жылдық оқу үйреніп, сосын қайтып кеттім деген адамдарға 12 нөмір қосады. Бұл жерде 1 жылдық үйренуге академик Манитобада үйрендім, қолымда диплом бар дейтін адамдарға 10 нөмір қосады. Мысалы, сіз 1 жыл үйреніп кеттіңіз деп есептейік. Әрине, бұл үйрену тағы да тіл курстер болмау керек. Ол бір professional тіл курстен басқа profession үйренуіңіз керек. Соған кем дегенде оған 10 нөмір. Friends, distant relative, досыңыз бар болатын болса, 10 нөмір. Жақын емес, туыстар, ұзақ туысыңыз бар болатын, жақын емес. Сондай туысыңыз бар болатын болса, 10 нөмір дейді.
Ал осыларға қарай отыра жаңағы нөміріміз кем дегенде 60 нөмір болу керек. Мен есептеп көрейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64 нөмір болыпты. Жаңағы біз бірге қарап отырған кездегі нөміріміз 64 нөмір болыпты. Сондықтан бұдан 64 бұдан өттіңіз. Енді бірі жаңағы қысқа уақытта үйренуге келіп, үйреніп кетсем, сондықтан бұл жерді көргенмін, ол жерге тез үйірлесіп кете аламын. Манитоба менен біраз тығыз байланысым бар дегенде де дәлелдей алдыңыз. Осы екі шартқа жеткен кезде енді торап арқылы жаңағы өзіңіздің бар осы жаңағы айтқан нәрселеріңіздің бәрін дәлелдеуіңіз керек. Мысалы, мен шу қызмет істедім, қалайдан дәлелдейсіз? Оның қолыңызда бұрынғы қызмет орныңыздың хаттары болу керек, аудару керек деген сияқты, соның бәрін торап арқылы тапсырып қоясыз. Ал бұл нәрсе тораптың ішінде, бұл provincial програмның ішінде 1 жылға шейін сақталады. Мысалы, сол 1 жылдың ішінде адамдар көп, әрбір мемлекеттен тапсырады, солардың нөмір тегіне қарайды. Сіздің нөміріңіз 64 нөмір болды. Мысалы, басқа бір адам тапсырды, оныкі 60 нөмір болды дейік. 60 нөмірден ары қарай бәрі осының ішіне аккаунт жасап қоюына болады. Әр жылы уақыты оқысамайтын уақыттарда шақыртып береді. Мысалы, сіздің уақытыңыз сізге шақырту берген жағдайда қолыңызға әрине шақырту қағаз келеді. Сол қағазыңызды алып отырып, бір үйдегі жансандар, бірақ Канаданың federal government мемлекеттік тор бетіне қарай өзіңіздің жартылай азаматтық куәлігіңізді алуға, тапсыруға, документтеріңізді тапсырып, сол жартылай азаматтың картасын алуыңызға болады. Қолыңызда жартылай азаматтың картасы бар деген нәрсе, бұл жаққа келіп, визасыз Канаданың ішіне кіріп, осы жерде қанша уақытқа шейін тұрсаңыз, өз еркіңізбен тұра беруіңізге болады. Сіздің өзіңіздің жағдайыңыз бәрі дұрыс болатын болса, мысалы, сізде осы жаққа қысқа уақытта үйренуге келетін мүмкіншілігіңіз бар, жеткілікті ақшаңыз бар, одан сырт осы өлкенің өзін танысып көріп, әрине осыған қатысты видеолар, осыған қатысты информациялар көп. Соған қарай отырып өзіңіз түсініп, осы өлкеге келгіңіз келетін болса, одан сырт жаңағы үйрену, жас, нөмір шегіңіз сіздікі жетеді дейтін болатын болсаңыз, хабарласыңыз. Бәрі дұрыс болатын болса, сынақ арқылы ақысыз аккаунтыңызды жасап қойсаңыз болады, 1 жылға шейін тұрады. Бәрі шарт жағдай дұрыс болатын болса, мүмкін шақырту келіп де қалар деп ойлаймын. Видеоларымызды тарқата жүріңіз, лайк басыңыз, бұдан өзіңізге керекті нәрсені түсіндім, болмаса маған біраз құн болды, пайдалы нәрсені түсіндім деген болатын болсаңыз, одан сырт мен сіздердің сұрақтарыңызға қарай отырып видео жасаймын. Әрине, соған сұрақтарыңыз болса, өзіңіздің көзқарасыңызды видеоның астағы комментарийға жаза отырыңыз. Сонымен, бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Сізбен бірге болған Нара Нұраханқызы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз. Рахмет.